Алтеке, қазір көпшілік айтып жатыр ғой, Рамазанда умраға кел. Неге олай айтып жатыр көпшілігі? Рамазандағы умра өзге кездегі жасалатын умрадан ерекше екен. Оған себеп Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде келтіреді екен. Рамазан айындағы жасалған умра менімен бірге үлкен қажылық жасағандай дейді. Тең, машалла. Яғни үлкен қажылық сауабын аласыз және пайғамбармен бірге жасағандай боласыз. Және де осы қажылыққа келе алмайтын адамдарға бір жақсы екен де бұл. Рамазанда келіп. Осыған да Пайғамбар саллаллаху алейхи айтқан екен. Бір әйел қажылыққа бармапты. Сен неге қажылыққа бармадың дегенде бізде екі түйе бар. Біреуіне балам және күйеуім отырып қажылыққа барды. Екіншісі үйдің шаруаларына қажет болғандықтан мен бара алмадым дейді. Онда сен осы жылы Рамазан айында умра жаса. Ол менімен бірге үлкен қажылық жасағандай сауап болады деп әлгі әйелге ескерткен екен. Бұл жеңілдік қой, пайдалану керек. Жеңілдік. Құдай қаласа бауырларға осылай айтамыз, хабарлаймыз. Әрине айту керек. Келістік Алтеке.